Саламатсыздар балалар, бүгін 2-ші сынып математика сабағынан 68-ші сабақ бұрыш және фигуралар салу. Бірінші тапсырма: балалар орманға баратын саяхаттың планын сызбақ болды. Ол үшін оларға не қажет екенін айт. Әрине, бізге сызғыш қажет. Үш бұрышты сызғыштың көмегімен тік бұрыш сызамыз. Тік бұрыш дегеніміз біздің мына бұрыштар тік бұрыш деп айтылады. Яғни үш бұрышты сызғыштың көмегімен сызамыз. Келесі тапсырма: тік төрт бұрыш сызамыз. Тік төрт бұрышты біз сызғышымызды қарама-қарсы бағытқа қойып, осындай тік төрт бұрыш сызып шығамыз. Келесі тапсырма: фигуралардың қабырғаларын өлшеп, осындай фигуралар сыз. Біз фигуралардың қабырғасын сызғыштың көмегімен есептейміз. Бірінші, тік төрт бұрыштың ұзындығы 2 см, ені 1 см. Және шаршының төрт бұрыштың барлық қабырғасы тең болады. Демек 1 см, 1 см, 1 см, 1 см. Төрт қабырғасында 1 см-ден қылып сызып шығамыз. Фигуралардың қабырғаларын өлшеп, берілген шаршыдан қабырғалар 1 см ұзын шаршы сыз. Берілген шаршыдан дейді. Енді бізде шаршы, екінші фигурамыз шаршы. Бұл жерде 1 см, 1 см. Және осыдан 1 см артықсыз деп тұр. Қосамыз 1, қосамыз 1, қосамыз 1, қосу 1. Демек, барлық қабырғасын 2 см-ден сызып шығады екенбіз. Келесі тапсырма: серуен кезінде Сырым 15 фотосурет, ал Әлия одан 6 фотосурет артық түсірді. Балалар барлығын неше фотосурет түсірді? Енді бұл жерде Сырым мен Әлияның бірінші түсірген фотосуреттерін анықтаймыз. 15 қосу 15 тең болады 30 тең. Демек, Әлия одан 6 фотосурет артық түсірсе, яғни 6-ға қосамыз 30 тең болады 36. Бізде барлығы 36 фотосурет түсірілген екен. Келесі тапсырма: серуенде балалар 1 сағат 15 минут болды. Оның 20 минутында демалды, 35 минутында серуендеді, ал қалған уақытында жетектерді. Балалар қанша уақыт жетектерді? Енді бұл жерде біз бірінші 1 сағат 15 минутты минутқа айналдырып аламыз. 1 сағатта 60 минут бар. 60-ға қосамыз 15-ті. Тең болады 75. Енді 75-тен біз 20 минут демалған уақытында аламыз. Және 35 минут серуенді алып тастаймыз. Сол кезде бізде шығады 20 минут. Демек, балалар жетектеруге 20 минут уақыттарын жұмсаған екен. Келесі тапсырма: қалам дәптерден қымбат, ал дәптердің бағасы қарындаштан қымбат. Қайсысы қымбат, қарындаш па, әлде қалам ба? Әр заттың бағасын анықта. Бізде қалам дәптерден қымбат болып тұр. Демек, 20 теңге дәптер 20 теңге болса, бізде қалам 50 теңге болса, қарындаш 15 теңге болады екен. Енді қалам дәптерден қымбат деп тұр, Мына қалам дәптерден қымбат, ал дәптердің бағасы қарындаштан қымбат. Дәптердің бағасы қарындаштан қымбат. Демек, қайсысы қымбат, қарындаш па, әлде қалам ба? Бізде әрине қалам қымбат болып тұр. Осымен бүгінгі сабақ балалар аяқталды. Каналға тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.